Қалайсыздар? Бүгінгі күнім шапқылаумен басталды. Нұртастың машинасында, бірақ Нұртассыз ғой. Сол, енді қазір үй жаққа бара жатырмын. Бұйырса қайтадан шығам. Себебі Қосайыққа барған адамдардың бәрі, үйленгендердің бәрі ойшым ажырасып кетеді, түбі өтірік деп жазған екен. Бірақ ажыраспай 2-3 баласын тауып өмір сүріп жүрген де жұптар, адамдар бар. Аллаға шүкір, қазіргі күнімізде біздің бәрі жақсы. Әрине енді тағдырдың бізге не жазған білмейміз, бірақ жазған адамдар бар шығар. Енді бір халық қосып кейіннен өздері қосылғаннан кейін біз сол бір халықтың буымен қосылып кеттік, ерте қосылып қойыптық деген нәрселер болып жатады. Бірақ енді олардың да тағдырына жазған сол шығар. Адап бір басқа адамдар үшін бүкілі сондай, осылардың өтірік бұлар деп бір андай санасы жоқ бір отырып алған әңгімелер жазбаңыздаршы. Кстати, мен бір күшті, бір өзіме қатты ұнайтын заттар алған болатынмын. Қазір үй жаққа жеткеннен соң, бұйырса бүгін түнде бір кешке таман ба, может, білмеймін, көрсетіп қалармын. Пакет дейді ғой. Өздеріңіз не істеп жатсыздар? Погода енді күшті болып тұр. Қалай былай? Қолдаушылардың шығарған суретті? Маған ұнайтын сурет жоқ. Күшті, е? Всем привет, қайырлы кеш. Біз енді Гулитате Алибек үшеуміз Бишкекке қарай жолға шықтық. Бірінші Хордайға дейін таксиге барамыз. Мынандай кішкене жейтін заттар алып отырмыз. Кофе алып жатырмыз. Берса күтіп алады екен. Мен ойлап тұрмын ғой, қалай болады екен деген. Не жейсің сен? Құттық па? Мынаған қызығып тұр, мына айналғанға дайындап бергенге. Тәте күшті дайындап беріп жатыр бізге. Салам. Енді сіздер андай күшті реакция жіберіп, прям қолдап отырсаңыздар, салам. Әйтпесе салмаймын десең. Кстати, уақытта номер алу керек екен ғой, иә? Номер алып, сондай не өзгерді. Бүгін Нұртас екеумізге қолдаушыларымыз сыйлық жіберуін әлі тоқтатып тұрған. Енді осындай күшті картина келді, бірақ білмейміз қандай екенін. Қазір бірге ашып көрейік. Ал енді бізде почти қайырлы таң болады. Қазір таңғы 4 болып жатыр. Тәтелер, оказывается, үй дайындап, өздерінің үйлерін, вообще ешкім тұрмаған үй дайындап бізге күшті осындай дастархан жайып қойыпты. Мына жақта Гули тәте, Мадина тәте, біздің армияның басшылары ғой. Ол тәтелердің өздері енді танысып жатыр, күшті осылай дастархан жайып қойыпты. Рахмет, көп-көп, Алла разы болсын. Қасымызда Алибек бар. Сыздықтай қылып плов жасап, мәз сағаннан, қаттамалар. Енді ұялып кеттім, шынымды айтсам, бұл кісілерді әуре қылып қойған сияқты болдым. Алла разы болсын, өте қуаныштымын. Енді бұйырса танысқаныма қуаныштымын, өмірде көріп. Бұйырса енді ертең арғы күндері барынша басқа да қолдаушылармен жолығуға тырысамыз. Ифтар ішуге, құдай қаласа. Сол, рахмет. Достар, бүгін енді мамам ертең кететін болғаннан кейін мамаммен бірге бір күшті кино көрсетті деп естідім. Бұл маған балалық шақ деген киноға келдік. Қазір мамышкам екеуміз айтатын боламыз. Не істеп отырсың? Ертең кетіп бара жатсың ба, мені тастап, лақтырып? Қазір енді екеуміз кіріп алдық. Екеуміз кино көріп, жылайын деп тұр ғой, примерно жылайтын киноге. Потом дети попкорндар олдар. Мамаммен кинодан шығып ұнады ма? Мамам бір қарасам жылап отыр екен, ақырындаған сияқты соған қарағанда. Машам ақырындаған сияқты. Мен үшін кішкене непонятный болып қалды енді. Бірақ кішкене грустный екен. Қайсысы ма? Такси таппай жүрміз сол. А так кезеңдер болады негізі, интересный сюжет екен. Сюжет өте қызық. Надо такси тауып алайық. Всем привет, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Шүкір, менде барлығы жақсы, ұйқым болып тұра сол. Үйдегілерге заттап келдім. Енді тағы да 1-2 шаруам бар. Одан кейін айыруда съемкам бар.
дальше открытие бар. В общем, былай айтқан кезде тірлік өте көп бүгінге. Шүкір, бір продуктивный күн болса екен. Жалпы бүгінгі күндеріңіз өздеріңіз қалағандай, ойдағыдай өтсін. Всем хорошего дня. Сториста сәл жоқ болып кетсем, түсіністікпен қараңыздар. Бізде 2 күн демалса, 2 күнде бүкіл шаруаларды бітіріп үлгеруім керек.